Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге бүгін квашеная капуста, ашытылған капуста салатын дайындайтын боламыз. Әдеттегі классикалық квашеная капустаға қарағанда бұл өзінің тәттілігімен, дәмділігімен, қышқылдығы жоқтығымен ерекшеленеді. Дәл осы рецепт бойынша мен бірнеше дүкенге күніне 10 келіден артық квашеная капуста тапсырамын. Бір жасасаңыздар міндетті түрде қайта жасайтындарыңызға кепілдік беремін. Оңай әрі тез дайындалатын салат. Арнайы шинковка ұсақтау пышағымен капустамызды осындай ұсақ етіп турап аламыз. Мен үлкен кастрюльге жасадым. 4 орташа капустаны ұсақтап турап аламын. Турап алғаннан кейін езбеймін, уқаламаймын, бастырмаймын ештеңемен. Капустамды міне турап алдым. Бұдан кейін сәбізімізді қатты ұсақ емес, орташа теркада турап аламыз. Бір орташа капустаға 2 сәбіз деп есептеймін. Жалпы мен мұнда ұсақ сәбіздерді қолдандым. Корейский салат жасаймын. Содан қалған ұсақ сәбіздерді қолдандым. Ал негізі бір орташа капустаға 2 сәбіз деп есептеледі. Сәбізді турап болғаннан кейін араластырып алсаңыздар болады капустамен, бірақ мен бұл өте шашырап кететін болғаннан кейін әбден дайын болғанда барып араластырамын. Міне рассолын жасаймыз енді. Рассол 3 литр суға 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық уксус, 10 ас қасық шекер салып, әбден ерігенше араластырамыз. Су кәдімгі ағын су, қайнатылмаған салқын ағын суды пайдаланамыз. Әбден жақсылап араластырып алғаннан кейін капустамызға құямыз. Капустамыз толық бататындай дәрежеде болуы тиіс. Егер жетпейтін болса, тағы да 3 литр рассол жасап тағы құямыз. Мен 4 капуста үшін 9 литр құйдым. Яғни 3 литрден 3 рет жасап алдым. Жақсылап тұз, шекері ерігенше араластырып, үстіне құямыз. Езбейміз капустаны, араластырмаймыз, мыжымаймыз, ештеңе жасамаймыз. Тек кішкене суға батып тұру үшін үстінен сәл басамыз, бірақ нығыздаудың қажеті жоқ. Міне осылайынша 3 рет жасадым. 3 литрден 9 литр рассол құйдым. Бәрін суын құйып болғаннан кейін міне батып тұру керек. Осылай болып, міне 24 сағатқа қоямыз. 24 сағаттан кейін банкаға салып, нығыздап, артық суын төгіп тастауларыңызға болады, немесе ішсеңіз де өте дәмді әрі пайдалы. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.